Бүгін мотоцикл күні, осыған орай сюжет түсірдік. Адреналин, жылдамдық, батылдық. Бұл байкерлерге қатысты ұғымдар. Алматы байкерлердің қаласы десек артық айтпаймыз. Әсіресе жазды күні көше бойымен жүйткіген мотоцикл көбейеді. Ал байкерлер үшін мотоцикл көлік құралы емес, өмір сүру салты. Алайда екі дөңгелекті көлікті тізгіндеу оңай деп ойласаңыз қателесесіз. Есть правила, конечно, ПДД. Бірінші кезекте қарапайым жол қозғалысы ережелері мен белгілерді білу керек. Сондай-ақ жылдамдықты асырмау керек. Мысалы, сіз автокөлік жүргізушісі болсаңыз, жолда тұрғанда қатардың арасынан мотоцикл өтетінін байқасаңыз, маневр жасаудың қажеті жоқ. Ереже бойынша мотоцикл көлікті айналып өтуі керек. Мотоцикл күні 1992 жылы мотоциклмен жұмысқа акциясы аясында пайда болды. Жылдар бойы аталып өтетін мереке әлемдік деңгейге жетті. Бүгінде байкерлер мәдениеті біздің елде де қалыптасып келеді. Ал алматылық байкерлер мерекені қалай атап өтеді? Все по-разному празднуют, но... Бұл күнді байкерлер әрқалай тойлайды. Әлеуметтік желіде чат бар. Сол жерде бір-бірімізге құттықтау хат жолдаймыз. Бірақ Алматыда біз маусымның ашылуы және жабылу салтанатын міндетті түрде атап өтеміз. Мотоциклге бірінші рет отырмақпын. Біраз қорқып тұрмын, айтпақшы. Арнайы куртка кию міндет, менде жоқ. Сол үшін сюжетке түсіреміз деп біраз көндіруге тура келді. Қалай отырам? Қорқынышты сезім. Давай, пожалуй, набор. Қош көрдік. Біраз қорықтым, десе де тәжірибелі маман жүргізгеннен кейін, біраз уақыттан кейін қорқынышым сейілді. Керемет сезім, сіздерге де кеңес берем. Дмитрий Чудненко 35 жаста, 13 жасынан бері мотоциклді тізгіндеп байкер атанған. Ал кейінгі 10 жылда мотоцикл жүргізуді үйрететін арнайы курс өткізеді. Дима шәкірттеріне қойылатын талаптар мен курстың ережесін айтып өтті. Самое обязательное правило – это экипировка. Мотоцикл тізгіндеу үшін арнайы жабдық болуы тиіс. Арнайы жабдыққа бас киім, куртка және мотоцикл жүргізуге арналған қолғап пен аяқ киім кіреді. Ең басты ереже осы. Бұл жабдықтарды кимей, мотоцикл тізгініне отырмаңыз. Екі дөңгелекті көліктің тізгінінде отырғыңыз келсе, осы ережелерді ескеру керек. Алайда, көлігі көп Алматыда мотоциклмен жүрсеңіз, қауіпсіздікті ұмытпаңыз. Жылдамдықты асырып, байкерлерше тәуекелге барамын деп жүргенде өміріңізге қауіп төнуі мүмкін.